Кімге келді? Сонымен, кімге келді екен? Жаннұр дейді, тағы кім бар? Біржан, Омар, Наргиза, Диана. Тапқан жоқсыздар. Бүгінгі күннің алғашқы үміткері Медет сізді таңдады. Ал жайғасыңыз, сұрақтарыңызды әзірлеп отырыңыз. Алғашқы үміткеріңізбен құттықтаймыз. Қазір танысатын боламыз. Ал бізде жарнама. Эфирде бір болайық жобасы, біз жалғастырамыз. Бүгін біздің Медетке алғашқы үміткер келді. Күткен жоқпын дейсіз ба? Иә, негізі осыған дейінгі күндерде күттім. Осы маған ау деп, бірақ түр бермей, сыр бермей отырған болатын. Бүгін мүлдем ойлаған жоқпын. Негізі бір философ айтыпты ғой, қатты тырыса бермеңіздер, өміріңіздегі ең керемет дүниелер аяқ астынан болады деп. Солай болып тұр бүгін. Танысуға дайынсыз ба енді? Әрине дайынмын. Алдымен біз танысайық. Сіз 3 жыл күттіңіз ғой, былайынша айтқанда. Бірінші маусымнан бері біраз уақыт өтті. Сұрақтарыңызды әзірлеп отырыңыздар. Сіз де қонағымызды жақсылап тұрып қарсы алыңыздар. Ал үміткер келіңіз. Сәлеметсіз бе? Біздің жобамызға қош келдіңіз. Сәлеметсіздер ме баршаларыңызға? Танысайық сізбен, есіміңіз? Асемгүл есімім. Асем? Асемгүл. Асемгүл? Өте қуаныштымыз. Жасыңыз нешеде? 19-дамын. 19-дасыз ба? Жас қыз келді. Қазіргі таңда немен айналысасыз? Оқисыз ба, жұмыс жасайсыз ба? Қазіргі таңда жұмыс жасаймын. Қандай бағытта, қандай салада? Салонда визажист мамандығым. Жақынсыз ғой сәнге. Да. Біздің Медетті таңдап келіпсіз. Қай уақыттан бері бақылап жүрсіз? Бірінші маусымнан ба, жоқ әлде 4-ші маусымға ма? Мүлдем көрмедіңіз ба? 4-ші маусымға келгенде бірақ көрдіңіз, е? Несімен ұнады? Ақылды. Орнымен сөйлейді. Керемет. Ал, сұрағыңыз болса танысыңыздар. Асемгүл, қош келдіңіз. Қош көрдік. Келгеніңізге көп рахмет. Өте бағалаймын келгеніңізді. Жалпы отбасыңыз жайлы айта кетсеңіз. Отбасымда Аллаға шүкір әкем, анам және 3 ағам бар. Жеңгем, 3 інім. Көп біз. Керемет. 3 ағам бар дедіңіз, е? Өте жақсы екен негізі. Рұқсат деп айтып жатыр мына жақта. Рұқсат сұрап келіп педіңіз, айттыңыз ба? Әрине. Кімнен? Үлкен кісілерден, ата-анаңыздан? Әкемнен, анамнан, ағаларым барлығын. Жақсы, олай болса жақсы. Иә, олай болса сіздің отбасыңызға дұғай сәлем, көп рахмет. Шынымен ол жалпы барлығының маған деген берген рұқсаты өте бағалы. Жалпы жұмыс істеймін дедіңіз, е? Ал оқу орны ше? Оқу орын болғанда Ақтөбе облысында Құдайберген Жұбанов атындағы университетінде түстім. 11-ші класс бітіріп 2018 жылы. Кейіннен 2-ші курс басталғанда өкінішке орай шығып кеттім бір жағдайларға байланысты. Бітірген жоқсыз ба сонда? Бітірген жоқпын. Қандай мамандық бойынша түстіңіз? Филология мамандығы. Мен де Ақтөбеде сол Жұбанов атындағы университетте оқыған болатынмын филология мамандығы бойынша, бірақ менікі шетел филологиясы еді. Неге бітірген жоқсыз? Сырттай мүмкін оқуға мүмкіндік болмады ма? Әйтеуір бір бітіріп, қолыңызға дипломыңызды алсаңыз жақсы болушы еді ғой. Өзінің бір себептері. Амал болмады ма? Басқа сырттай оқысаңыз да мысалы. 2 жыл өтті, жартысын. Сырттайға келмеді филология мамандығында. Сіз үшін маңызды меді қыз баласының оқып білім алғаны? Енді бір асып бара жатқан маңызды дегенде емес, жалпы ол бір керек дүние деп ойлаймын. Негізі қыз баласы, мен анашымды айтатын сол, жалпы қыз баласы жан-жақты болу керек. Ертең сен тұрған кезде сенің қасыңда да осылай сенімен тең болатындай дәрежеде болу тиіс деп. Себебі ол егер не дегенмен адам ішінде бір жасыну болады. Мен оқу орнын бітіре алмадым, немесе бір оқу ала алмадым деген сияқты сондай бір ойлар туы мүмкін, ол өмір болғасын.
әрдайым еңсесі биік жүру үшін бір керек галочканың біреуі деп ойлаймын. Ары қарай оқығыңыз келе ма? Оқу, бірақ ондай мамандық емес, басқа мамандықта болады. Қандай мысалы? Бизнес саласында. Бизнес саласында. Жаңа енді біздің ортаға або шыққан кезде, үміткері шыққан кезде жалпы қыз баланың арманы, көздегеніне отбасынан өзге жеке тұлға ретінде. Сол тұрғыдан сізден де сұрап өткім келеді, қандай арман мақсаттарыңыз бар? Соны айтып кетейінші, Або мырзаның Иә? сөзін дұрыс жеткізе алмай қалды да, менен басқа ешкім түсінбеді-ау деп. Ол просто айтқысы келгені тойда, қазір тойда қарасаңыздар, просто не ғой, кішкене мәдениет жоқ та қазіргі тойларда. Өкінішке орай енді. Соны айтып кетейін деген. Ол өзі еркек боласын қызғанады деген сияқты. Сосын арағашықтық жоқ тойда. Барлығы кәдімгі жақын, билейді, еркін да, ал сахнаны айтып отырғаны, ол сахнада этика, эстетика болады, арағашықтық деген болады деген сияқты. Соны айтып кетейін деген. Арман жағынан келетін болсақ, арман енді өзінің сүйген адамы болса, арман орындауға міндетті демей-ақ қояйын енді. Бірақ енді кішкене өзін сүйген адам арман орындау керек қой. Жақсы көрсе деген сияқты. Менікі кішігірім. Мысалы қандай? Бизнес қой. Бизнес? Бірақ мен өзім жүремін демеймін, есе күйеумен бірге болсын деген сияқты. Бірге. Қандай деп мына жақта Мадонна сұрап жатыр? Қандай бағытта? Сол өзіңіздің қазір қызмет етіп жүрген бағытта ма? Сән, визаж? Киім жағынан. Киім жағынан. Жақсы, түсінікті. Медет сұрақтарыңызды қойыңыз. Жалпы, қазіргі заман талабы ғой, ол да әр адам өзінің жеке кәсібі болса деп армандайды. Мен де жалпы сол бағытта жүрген адаммын. Өте керемет. Жалпы жаңа Ақтөбе қаласында дедіңіз. Жалпы сол жақтан болып тұрсыз ғой? Ақтөбе қаласының тумасымын, иә. Негізі Атырау облысы Жылыойдан Құлсары қаласында туып өстім. Керемет, керемет. Руыңыз? Руым Әлім. Әлім. Кіші жүз. Әлім. Ал қазір сіздің отбасыңыз қай жақта? Отбасым Ақтөбе облысында тұрады. Ақтөбе облысында барлығы тұрады. Ал сіз мұнда кіммен тұрасыз? Құрбыммен тұрам. Пәтер жалдап тұрасыздар ма? Пәтер жалдап тұрамыз. Медетке қояр сұрағыңыз бар ма? Отбасыңыз жайлы айта кетсеңіз. Иә, отбасым жайлы айтатын болсам, Аллаға шүкір, біз көп балалы отбасымыз. Әкем, анам, қарапайым, жақсы кісілер. Сосын 6 баламыз. 2 әпкем бар, ағам бар. 2 әпкем, ағам, тағы бір әпкем, мен сосын қарындасым. 4 қыз, 2 ұлымыз. Құдай бере салған. Барлығы өзінің ісімен айналысып жүрген, отбасылы болып кеткен адамдар. Мен ғана қалып тұрмын негізі. Ата-енемен тұруға қалай қарайсыз? Қарсы емеспін. Қарсы емессіз ба? Жақсы, мен ойлаймын, танысатын уақыт келіп жеткен сияқты ма? Иә, сосын сұрақтарыңызды қоясыздар ғой, қоштаса жатқан жоқпыз ғой. Иә, шымылдықташайық па? Әрине. Шымылдық ашылсын. Таныстыңыздар, Мадонна, жаңа шымылдық ашылмай тұрғанда бір сұрағым бар еді, не нәрсеге байланысты, әлде қазір келмей қалды ма ол сұрақ? Я уже келмей қалды, медетті кішкене жидығылайын деген ғой. Хоббиіңіз қандай, осы шашыңызды жасылға бояғаныңыз, сол хоббиіңізбен связаны ма деген сияқты. Солай қойын деп мен шықпай қалды. Ал былай енді жауап беріңізші, хоббиіңіз бар ма? Қандай хоббиіңіз? Бір түрлі болып кететін сияқты. Негізі өлең шығарам, хоббиім сол. Өлең шығарам дейді? Иә. Филологияға түскеніңіз сол екен ғой? Иә, негізі. Қазақ филологиясы ма еді? Қазір айтып бере аласыз ба, оқып бере аласыз ба? Қазір ма?
иә, өзіңіздікі болсын, басқа енді жазушылардың шығармалары бар, өлеңдері бар. ыңғайсыз сияқты. Ыңғайсыз емес, несі бар ыңғайсыз? Қайта біз өзіміздің тілімізді, әдебиетімізді насихаттауымыз керек қой. Сондықтан қысылатын ештеңесі жоқ. Бастай беріңіз. Менде былай ғой, мен өлең шығардым да, барлығын өртеп лақтырып тастағанмын ғой. Неге? Жоқ, просто не ғой, қалай? Иә. Қандай тақырыпта жазасыз? Көбінесе лирика. Өзіңізге жақын сияқты, медет, білмеймін, сіз сұрайсыз ба, өзіңіз бастайсыз ба, білмеймін. Мына жерде бір ұрыс керістен өзге жақсы өлең жолдарын естісек, әдемі болушы еді. Мен де негізі жақсы көремін сондай нәрсе. Мен бірақ жазып, заметкеге жазып қоямын телефонға. Енді қазір айтатын болсақ, мысалға, қош келдіңіз, Әсемгүл. Жарасып тұр өзіңізге, киіміңіз әсем бұл. Егер де, қалай айтсам, егер де сіз болсаңыз дайын, бізде бәрі дайын тұр деген сияқты. Енді жалпы ол оңай нәрсе емес, ол нәрсе, ол қатты андай адамның өзі өзімен өзі қалған кезде болатын нәрсе. Иә. Ол менде де болады. Менде бір реті келсе сіздерге өзімнің жазған өлең шумақтарымды оқып берермін. Әсемгүл, есіңізге түсті ма? Атақты, танымал ақындардың шығармалары бар ғой енді, жатқа білетін шығарсыз. Міндетті түрде өзіңіздің жазған дүниеңіз емес. Өзім жазған дүниемнен кішкене есімде қалды. Айта қойыңыз. Жұрт бақытты, мен бақытсыз көрінеді өзіме. Шыдай алмайым кей адамның айтқан ауыр сөзіне. Қызбасың сен, көкпетсің деп сөгеді мені кей келе, менің мына мөлдіреген қарап тұрып көзіме. Не айтамын? Айтамын ғой жынданышпен бәрінде. Өмірде еш ағадам жоқ, қарасы бар бірінде. Мүмкін менде ақ пен қара араласқан біреумін. Мүмкін менде жұрт көзіне өтірік қана күлермін. Керемет. Қашан жазған едіңіз? Қашан жазған едіңіз? Өміріңіздің қандай кезеңінде жазылған? Кішкентай кезімде жазғам. Кішкентай кезіңізде сондай терең ойлы, мағыналы өлең жолдарын жазғаныңызға? Себебі кез келген адам өзінің өмірінде не болып жатыр, соған бір хабар береді ғой, өлең шумақтарын шығарған кезде. Керемет, негізі. Не айтарымды да білмей Енді бүгінгі киім үлгіңіз өте керемет, өзіңізге жарасымды. Жеке басыңызға қатысты сұрақ қойсам бола ма? Орамал таққаныңызға көп болды ма? Бір жыл болды. Қалай келдіңіз? Мен үйімде ағам бастап намазды. Сол, ағам кішкене жол көрсетті, үйретті барлығын, дұрыс жолдарын деген сияқты. Содан кейін келдім жаймен. Өзіңіздің шешіміңізбен? Өзімнің шешіміммен. Медет? Менде негізі солай айтқым келеді. Әр адам қандай қадам жасамастан бұрын соған саналы түрде бару керек деп ойлаймын. Негізі, тем более, оның үстіне сіз филологиямен қызығатын екенсіз. Жалпы филология, философия барлығы бір сәйкес ұқсас ұғымдар ғой. Өте керемет, терең ойлы. Мен өзімді көп сөйлейтін медет үндемей, сөз таппай отырғаны кәдімгідей қызық болып тұр да? Ана сияқты без ножа застрелил деген сияқты отыр ғой. Көрініп тұр, Бота, сұрағыңыз бар ма? Кішкене дайындалып отырыңыз, енді бар шығар, қазір туындайтын шығар сұрақ. Әсемгүл, қош келдіңіз. Өте әдемі, сұлу, керемет қыз екенсіз. Жаңа Ана ханым айтты ғой, қыз баланың бірінші ер адамға сезім білдірген дұрыс деп. Мен де оған келіскем негізі басында. Өзім айтқам. Бірақ қазір мен ойдан кетіп қалдым, өйткені келіспеймін ол оймен уже. Өйткені мен білесіздер. Соған айтқым кеп тұр, жаңа бір айтып кетейін. Самат аға айтып жатыр ғой, Астана ол алыс кетіп қалды депші. Астана қазір самолет бар, Құдайға шүкір, бәрі бар жүріп жатыр. 2 ай атпен жүріп жететін жер емес негізі. Жоқ. Атпен жүріп жететін жер емес, ол 2-3 айлатып. Сондықтан менің айтқым келіп отырған бұл жерде
ойым кішкене кетіп жатыр, ренжімеңіздер. Айтып жатыр ғой, қыз баласы арттан сөз айтып жүрген дұрыс, және ол қанаттандыру керек қыз баласы деп жатыр. Әсемгүлге сұрақ қойғым келіп отыр. Егер сіз қазір бәрі жақсы болып кездесуге барасыздар, сөйлесесіздер, бірақ медеттің сезімі ашылмайды бұл жерде сізге. Сіз медетті ұнатып қаласыз, сөйтіп сіз артынан жүгіріп өзіңіздің сезіміңізді білдіруге дайынсыз ба? Қанаттандыруға дайынсыз ба медетті? Айтсын енді, қоя Қыз салыңыздар. баласына ол жатқылық деп ойлаймын. Ер адам артынан жүгіру. Өзіңіздің пікіріңіз. Бірақ медет мырза оны дұрыс көріп отыр. Дұрыс көрсе, ол жүгіртпесе еді, жақсы көрсе. Жақсы көрмесе, өзі қаламай тұрса, бірден қоя саламыз. Тағы бір сұрағым бар еді. Бізде Алтош болған, Алтынай біздің сіңіліміз, хиджабтағы қыз болған, өзінің бір белгілі бір талаптары болған ол қыздың. Мысалға, үміткер келген кезде ол қыз жеке барып отырмайтын, сырласуға барған кезде қасында міндетті түрде бір адам болу керек. Сіз қазір келген кезде мені байқап отырмын, қолыңызды беріп амандасып жатырсыз. Сол қаншалықты дұрыс деп. Ертең сіз кездесуге шыққан кезде қасыңызға біреуді ертіп жүресіз бе, әлде өзіңіз жеке шығасыз ба? Қасымда құрбымды ертем. Жаңа қол мәселесі туралы. Қол мәселесі, мен негізі көрдіңіздер ғой, артқа бетіп тұр едім, просто үміттендіріп қалған сияқты оқамда, өзі қол беріп тұрасын, бетін қайтармайын деп берген болатын. Жақсы, Диана. Сұрағыңызды қойып қойды ма? Маржан? Әсемгүл, осы уақытқа дейін ара қатынас болды ма сізде? Иә, болды. Болды ма? Неге ары қарай жалғаспады? Мінезіміз келіспеді, сосын жастан кішкене. Медет, сізге сұрақ. Күшті қыз келіп отыр. Жалпы сіздің көңіліңізден толықтай шығып отқан сияқты көрініп тұр. Қанша уақытта үйленуге дайынсыз? Қолдан келсе, негізі қолдан келсе дегенде барлық жағдайлар. Жағдай да емес, жарайды. Ойымды жинақтап алайын. Негізі екі ортада дұрыс түсінушілік болса, түсінсек бір-бірімізді, ойымыз бірден шықса, ол бүгінде болуы мүмкін. Осы жерде Маржан сізге сұрақ қойып өтейінші. Сіздің инстаграмдағы парақшаңызды мен көрген болатынмын, орамалға қатысты. Әдемі сурет, видео жүктеген екенсіз, өзіңізге жарасымды. Мен білем, Алтынай екеулеріңіз құрбы болдыңыздар, араласып тұрасыздар әлі күнге дейін. Сол жолға түссем екен, орамал тақсам екен деген ниеттемін депсіз, бірақ оның да уақыты жетер деген. Алтынайдың айтқан сөздер әсер етті ме, жоқ әлде ішкі дүниеңіздің қалауы ма, қалай? Алтынайдың да айтқан сөздер әсер етті, оның үстіне менің ішкі жан дүнием де соған бір ұмтылып тұрғандай. Жалпы Алтынайдың айтқан ақылдарынан кейін Маржан, орамал кисең, жалпы кішкене тыйыласың, өзіңді жөндейсің, сөзің де жөнделеді, мінезің де жөнделеді. Келіп көрші осыған. Мен саған навязывать етпеймін, бірақ енді өзімнің саған құрбы ретінде айтар ақылым деді. Оның үстіне менің де ішкі жан дүнием соған бір нем бар да, итермелеп тұр, бірақ бірдестен алып кие салатын нәрсе емес ол. Оған орамал деген нәрсенің жауапкершілігі өте үлкен. Оны маған айтты деп кие сала алмаймын мен. Яғни оған кішкене ішкі жан дүниемді дайындап, өзім кішкене соған бір дайын болып келгім келеді, бірақ ниетім бар. Өте қуаныштымыз. Бір күні эфирге орамал тағып шықсаңыз, соған келсеңіз, себебі өзіңізде айтып жатсыз ғой, жауапкершілігі өте мол. Қазір эстрадада болсын, өмірде қызығушылық танытып, орамал тағатта, бір апта, екі апта жүретті, оны шешіп тастайды. Ол дұрыс емес деп ойлаймын. Сондықтан шын ниетпен үлкен жауапкершілікті түсіне отыра орамал таққан дұрыс. Ал енді біздің медеттің көңілінен шығып жатыр, біздің үміткер сұрақтарын әзірлеп отырсын. Екеуі де қазір біз жарнамаға кезек береміз, кейін жалғастырамыз. Эфирде бір болайық жобасы, біз жалғастырамыз. Бүгін біздің медетке үміткер келді. Есімі Әсемгүл, танысып жатырмыз, сұрақ қойып жатырмыз. Біздің ер азаматтың көңілінен шыққан секілді, екеуі әңгімелесіп отыр жарнама кезде де. Ерасыл, сұрағыңыз, пікіріңіз бар ма? Пікірім бар, сұрақта болады. Бірінші кішкене ботаға айтқым келіп отырды. Және неге қол алысып, амандасып жатырсыз деп тиісіп жатыр ғой, мысалы қызға деген, сіз орамал таққансыз болмайды ғой деп. Сол кезде бота енді кішкене өзінде
ойландым ба, мен алдында айтып отырмын ғой, мысалы қысқа киім керек болса 21 ғасыр орамал тақпаймын деп, өйтіп кейін қызға тиісудің қажеті жоқ деп ойлаймын да. Сен орамал тағып алыпсың, қол алысып амандастың, сен мына жерде қылмыс жасап жатсың дегендей ой болып қалды да менде. Одан кейін қыз әп-әдемі отыр. Сосын деген жаңағыдай айтты, қыз деген жігітке сезімін білдіру қалайды. Мысалы, Әсемгүл келіп отыр, медет ұнатты да келіп отыр, мысалы бірінші қадам жасап, ода тұрған ештеңе жоқ деп ойлаймын да. Енді ары қарай медетке ұнаса, медет ары қарай қанаттанып, бәрін жасайды деп ойлаймын. Ерасыл, мен айтқым келіп тұр, сен бүткіл жаман айтқан нәрсең бар, маған аударып тастап керек емес. Мен саған орамал тақпаймын деп менің аузымнан естідің ба осы жерде? По факту айтсай, қойып. Естідің ба? Жоқ, алдында мысалы қысқа киім туралы қысқа киіп отырам деді ғой, мысалы жарайды, орамал деп қателесіп айтқан шығар, қысқа киім дедім. Ба, кешірім сұрауын сразу. Бәрі қосып айта беру керек емес. Дедім, мысалы енді. Соны айттым да, енді сен өзің қысқа киім деп отырып, мына жерде қызға тиіспей ақ қой деймін, бүйтіп сен де қол алысып амандасың деп. Ешқандай қылмыс жасап жатқан жоқ бұл жерде қыз деген. Мен қылмыс жасады деп атқан жоқпын. Менің ойым бар, мен отырмын, сұрау керекпін. Сол үшін сұрап жатырмын. Ол дұрыс па деп жатырмын. Өйткені Алтынай осы жерде отырды, көрдің отырған кезде қолын алған жоқ. Амандасқан жоқ, өйтіп, бүйтіп қолын беріп. Шықты, қасына Маржанды алып кетті. Шықты, Маржанды алып жүрді. Сондықтан мен сұрап жатырмын. Адам болғаннан кейін көрген нәрсемді сұрап жатырмын. Енді көзім жұмып отырайын ба, мына жаққа қарап, қолын алып жатыр екен деп. Жоқ, сұрайтын зат болады. Ол жаққа барған кезде, мысалы, Алтынай біріншісінде деген Маржанды алып кетті, қателеспесем. Маржанды алып кетті. Одан кейін айтты, ол жерде камера түсіп тұрады, кісілер болады, бәрі болады. Екеуміз барып отыра берейік деді. Мына жерде мен ұнамай тұрған сол, қолын алып қойын деп, мына жерден қызды кінәлі қылып отырсың ғой. Қыз мысалы дұрыс түсінбей қалуы мүмкін. Сол себепті ондай әңгіме керек емес деп отырмын. Олай қол алдың, алмадың, олай бола ма, болмай ма, неге олай істедің деген ешке керек емес. Мен ешкімді кінәлі қылып келгіп отырған жоқпын. Кінәлі қылған жоқпын. Әсемгүл, мен сізге айттым сөйтіп. Мен просто ойымды сұрадым, ренжімеңіз, ренжітіп алатын болсам, бірақ менің тарапымнан сіз қалай ойлайсыз? Мен сізді бір қаралатып отырмын ба, ел жұрттың алдында жаман бір көрсеткім келіп отыр ма? Өзіңіздің ойыңызды айтыңызшы да Ерасыл мырзаға. Жоқ, мен айтайыншы, мысалы, жарайды. Ол түсінбейді, мынау кішкене басына бармай ма? Кішкентай кезінде құлап қалған ба? Әйтеуір білмеймін не екен. Сен Алтынай қол алыспаған, Алтынай орамал таққан қыз едің. Ал сен орамал таққан қыз қол алысып отырсың. Уже осыны өзі кішкене ойлансай сен деген. Екеуін алып есептеп бір-біріне қарап отырсың, салыстырып. Алтынай барған кезде жалғыз бармаған. Ал сен жалғыз барасың ба уже деген. Тиісіп отырсың екеуін бір-біріне салыстырып орамал таққан қыздар. Білмегендіктен сұрап отқан шығар енді Ерасыл, мен тиіскен жоқпын. Мен просто сұрап отырмын. Адам болғаннан кейін сұраймын. Аузым бар. Сен де сұрайсың ғой көрінген нәрсені. Жоқ, былай ғой, мысалы, бізде андай түсінік бар да, егер орамал тағатын болса, барлығы бірдей дейді. Мысалы, кейбір қыздар бар орамал тағатта, бірақ мүлдем боянбайды. Макияж жасамайды. Кейбіреулері орамал тақса да макияж жасайды. Сондықтан бота білмегендіктен сұрады деп ойлаймын, бұл жерде ешқандай тиісіп отырған жоқ. Мүмкін кейбір қыздарға болады шығар өздерінің ұстанымы, қолмен амандасуға, біреу қарсы шығар. Мен ойлаймын енді бота жай ғана сұрады деп, сіз Әсемгүл жай сұрақ деп түсіндіңіз ба, әлде тиісіп отыр деп түсіндіңіз ба? Бұлай өмірде де қойылатын сұрақтар ғой. Мысалы, неге боянасың деген сияқты. Жаңа қыз түсіндіріп айтты, қолын беріп тұрғаннан кейін кері қайтарғым келген жоқ, сондықтан амандастым. Негізі амандаспаймын деген секілді жай ғана жауап берді деп мен солай түсіндім. Ерасыл басқаша түсініп отыр. Себер тиісесің да отырасың. Диана, Ерасыл пікір айтты деп басыңызды шайқадыңыз. Дұрыс емес па бұл жігіттікі? Ассалаумағалейкум, ниетіңіз қабыл болсын. Негізі менде сол сұрақты қойғым келген болатын. Бұл жақта, мысалы ретінде біз білмейміз, расымен де ұстауға болады ма, болмайды ма. Әр адамның өзінің ұстамы бар. Бұл жақта ол қызды қаралап жатқан жоқ. Просто біз білгіміз келеді. Расымен де ертең біз орамал тағатын болсақ, бізге ол келеді ма, келмейді ма деген сияқты сұрақ болған болатын. Қызды үйтіп, зачем? Жауабыңыз бар ма? Жауап қайтарсын Диана сізге. Білмей жатырмыз деп тұрсың, не болады, не болмайды. Мысалы, мен сендерге алдынан бері айтып жатырмын, қысқа киме, ішінді көрсетпе, жоғары жағын көрсетпе, ол бәрі болмайды. Қол алысып амандасуға да, болмайды негізі. Құшақтасып амандасуға да болмайды, бет сүйісіп амандасуға да болмайды. Оның бәрін біле тұрып сендерден білмеймін, не керек бұл? Қызға болмайды, қызға қырық үйден тыйым деген. Кішкене білсеңдерші соны. Жарайды, сіздікі дұрыс, рахмет көп-көп. Тағы да сұрағым бар еді. Негізінде шариғат бойынша 3 кездесу сізге сұрақ болып жатыр. Шариғат бойынша негізінде 3 кездесуден кейін қыз бала тұрмысқа шығып кету керек. Сізге қанша уақыт керек жігітті танып білу үшін? Негізі шариғатта айтылған, бірақ айтып алсын енді қыздар, жігіттер. Ұстаздарымыздың айтуы бойынша, если жеткіліксіз болып жатса, әлі білуге, онда кішкене
көрсетуге болады деп. иә қанша уақытты созуға болады сіз үшін да? Білмеймін енді. Енді жаңада өзіңіз айтып өттіңіз ғой, бұрын арақатынас болды дедіңіз, иә? Енді сол адаммен де мысалы қанша уақыт араластыңыздар, қанша уақыттан кейін қыз бен жігіт болдыңыз, сол жақтан сұрап жатыр ғой. Біздің ер азамат мысалы үйленуге дайын. Дайын болса, онда бір апта, 2 апта жеткілікті деп ойлаймын. 1-2 апта жеткілікті. Алтай? Рахмет, микрофон тізгін бізге де тиеді екен ғой. Жастар сөйлеп отыр мына жерде. Қош келдіңіз. Біздің Ерасыл бауырымыз осы қыздарды көрсе жыны бар ма, бір нәрсе негіз бар ғой. Жоқ, ол мысал үшін шариғат бойынша сұрап біліп жатсыз ғой сіз. Дұрыс па? Шариғат бойынша сұрап біліп жатыр. Бола ма, болмай ма? Білмеген, білімсіз болсаң, білімдіден сұрап біл дейді. Мен сізге сұрақ қойын деген, сіз ырымға сенесіз ба? Қандай ырым екеніне байланысты. Если өтірік, андай просто так шығару. Мысал үшін қызыл ілу, болмаса сүйегіліп қою, болмаса табақтан аттама, сырғын тұрғызба деген мысалы сондай ырымдарға сенесіз ба? Қазақтарда көп қой ырым. Ата-анам оның кейбіреуін айтты, кейбіреуін айтқан жоқ. Ата-анам айтқан ырымдарын миыма қондырдым, қалғандарын жоқ. Сізде болашақта мәкең екеуіңіз бәрі жақсы болып жатса, енді мен білім бойынша мәкесі намаз оқымайсыз, 5 уақыт, иә? Сіз осы мәкеңе намаз оқытуды талап етесіз ба? Жоқ, талап етпеймін. Кішкене. Жоқ, шариғат бойынша сізге сұрақ қойып жатырмын да. Талап етесіз ба негізі? Талап еткенде, если бір иманы бар жігіт болса, әйел оқып жүрген кезде, болашақ әйел оқып жүрген кезде. Талап ету емес, ниеттендіру. Шариғат бойынша айту бойынша сізде біліміңіз бар да, ал сізде біліміңіз сәл саяздау. Сол сұрақты айтып жатқаным ғой енді. Жоқ, шариғат бойынша айтып жатырмын да, дін жағында, ислам дінінде бойынша айтып жатырмын сізге. Білім туралы емес, ислам дінінде айтып жатырмын. Жоған сіздің талап ету деген сөзіңіз мүмкін кішкене дұрыс емес шығар, иә? Жоқ, қате болғанда былай ғой, мысал үшін сіз намаз оқисыз, сіз намаз оқымайсыз дегендей. Талап ету емес шығар енді ол. Ниеттендіретін шығармын, бірақ талап етпеймін. Енді міндетті өзіңіз жауап бере қойыңыз. Жоқ, жалпы, иә, ондай 5 уақыт намаз оқу деген нәрсе жоқ, бірақ дегенмен де сенгеніміз бір Алладан басқа Құдай жоқ, оған ешкім күмән келтірмейді. Мен жалпы анашым да әрдайым айтып жүреді, Алланы айтып жүр, қайда жүрсең де бірдеңе істер алдында да Алланы айтып жүр дейді. Ол адамның негізі ішкі дүниесі Алла Тағала деп соғып тұрса, оны сыртқа шығармай-ақ, ол адам ертең о дүниеге барғанда сен жауап бересің, оны сыртқа шығармай-ақ та, енді қалай түсіндірсем, сондай көзқарас. Ол 5 уақыт намаз деген жаңа өте дұрыс айтады. Мысалы, ниет, ол талап ету емес, ниеттендіру болса, ол міндетті түрде келеді деп ойлаймын. Жақсы, мына жерде көп сұрақтар қойылып жатыр, әлде тараптарыңыздан қойылатын сауалдар бар екен, ренжімеңіздер, уақыт шектеулі, сондықтан міндетті сұрақ өзіңізге. Әсемгүлмен сырласып көргіңіз келе ма, сырласу бөлмесіне барасыздар ма? Иә, әрине, жаңа айтып жатыр ғой, біреуді ертіп бару керек. Иә, сұрайық, егер де жаныңызға бір адам керек болса жібереміз, болмаса ол жерде бізде басқа адамдар бар, камералар тұр, жеке қалмайсыздар, басқа адамдар бар. Бара берейік. Екеулеріңіз бара беріңіздер, шығарып салайық.